Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Үкімет отырысынан кейін журналистердің сауалына жауап берген министр Бақыт Сұлтанов әлеуметтік маңызы 6 тауар бойынша импортқа тәуелділік бар екенін еске салды. Бізде тауардың 6 түрі бойынша импортқа тәуелділік бар. Негізгі тауарлар жетпей қалмайды. Импортқа тәуелдікті шектеуге арналған арнайы бағдарламамыз бар. Бізде экспортқа тәуелді тауарлар да бар. Мысалы, бидай біз үшін сондай тауар, сыртқы нарықта баға қымбатса, өз ішімізде де қымбаттайды, деді ведомство басшысы. Оның сөзіне қарағанда, қант сияқты әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар арқылы тұрақтандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Ал кейбір тауарлардың бағасы қаржы айналымы тетігі арқылы тұрақтандырылған. Дегенмен азық-түліктің кей түрі, мысалы қант бойынша айтсақ, біз қаласақ та қаламасақ та баға өседі. Өйткені бүкіл әлем бойынша биржадағы баға көтеріліп барады. Бізге негізгі қант жеткізуші Ресейдің өзі тасымалды тоқтағандықтан бұл ахуал бізге әсер етуде. Логистика шығындары бүкіл әлемде өсті, деді Бақыт Сұлтанов.